9 сынып оқушылары, бүгін біз 2-де 2-ші жаттығуды орындаймыз. Есептерді толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады, мен жауап беруге тырысамын. Және де лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Ал енді бірінші есептен бастайық. Бізде ашық ыдыстағы массасы 10 литр, температурасы 20 градус суды буға айналдыру үшін қанша жылу жұмсау керек? Соны табуымыз керек. Бірінші біз мына жерде литрді метр кубқа айналдырамыз, оны 1000-ға бөлеміз деген сөз. Сонда 10-ның -2-сі метр куб шығады екен. Енді жалпы Q-ді табу үшін бізде бірінші оның температурасын көбейту керек. Судың температурасын көбейту үшін SM дельта Т деген формула қолданылады. Екінші RM қосамыз, RM ол уже мына жерде буға айналған уақыты. Енді осы жердегі біз массаны табуымыз керек. Масса ол бізде ρ-ға тең. Рho бізде 10-ның 3 дәрежесі, В бізде 10-ның -2 дәрежесі, сонда бізде 10 килограмм шығады. Бұл бізде масса 10 килограмм. Енді мына жаққа мен тұрақтыларды жазайын. S бізде тұрақты 4200 суда. Сыйымдылығы, так, джоуль килограмм көбейту Цельсий дейік. Енді R бізде тоже тұрақты, ол тоже кітаптың артында бар, 2257 көбейту 10-ның 3 дәрежесі джоуль бөлінген килограммға тең болады. Так, енді орындарына қоямыз. Осы жерде Q-мыз тең болады. Q тең S-ді орнына 4200 көбейтеміз 10, көбейтеміз мына жерде температура. Дельта Т бізде дельта Т ол Т2 минус Т1-ға тең. Яғни Т2 дегеніміз бізде қайнауды болып тұрады. Сонда біз бұл жерге 100-ді қоямыз. 100 азайту Т1 дегеніміз мынау, бізде 20 градус. 20-ны қоямыз. Так, қосамыз. R бізде 2257 көбейту 10-ның 3 дәрежесі, масса бізде 10-ға тең. Енді осыны ықшамдаймыз. Бір бөлігінде бізде мына жерде қалады 336 көбейту 10-ның 4 дәрежесі қалады. Қосамыз 2257 көбейту 10-ның 4 дәрежесі, сонда тең болады 2593 көбейту 10-ның 4 дәрежесі джоулға тең екен. Жауабы осындай болады. Так, енді екінші есеп шығарайық. Массасы 5 килограмм су, 100 градустан 0 градусқа дейін суғанда қанша жол бөлінеді дейді. Так, енді Q-ның формуласын жазайық. Бізде Q-мыз тең болады SM дельта Т. Енді осы жерде SM дельта Т-ның орнына Т2 минус Т1 болады. Сонда бізде Q ол минус шығады деген сөз. S ол тұрақты, сыйымдылығы 4200 джоуль бөлінген килограмм Цельсийға тең. Енді осының орындарына қояйық. S бізде 4200, көбейтеміз масса 5, көбейтеміз 0-ден 100 градусты азайтамыз. Тең болады 21 минус 21 көбейту 10-ның 5 дәрежесі джоульға тең, немесе 2,1 көбейту 10-ның 6 дәрежесі джоуль, оны 2,1 мега джоуль деп жазса болады. Минус сан шығады. Ал енді үшінші есепті шығарайық. Бізде температурасы -15 градус, массасы 2 килограмм мұзды 100 градуске дейін айналдыру үшін қанша жылу қажет дейді. Соны табамыз. Бірінші мен сіздерге график арқылы көрсетемін, қандай процесс бұл жерде жүріп жатыр. Бізде мындай график сызайық. Мына жерде температура болады, мына жерде Q. Енді қараймыз. Яқта -15 градус және мына жақта 100 градус дейік. Енді қарап, бізде бастапқыда ол 15 градус болды. 15 градустан бірінші ол 0 градусқа дейін еру керек, мұз. Сонда бізде бірінші 0 градусқа барады. Ол толық ергенше белгілі бір уақыт өтеді, белгілі бір температурада ол тұру керек. Одан кейін барып ол 100 градусқа дейін көтеріледі. 100 градусқа дейін көтеріледі, и содан кейін сол булану үшін ол 100 градуста белгілі бір температура ұстап тұрады, 100 градусты ұстап тұрады. Енді қарайық. Мына жерде бізде 1, 2, 3, 4 процесс жүріп жатыр. Сонда 4 процесте 4 түрлі формула болады екен. Мына жерде бізде Q1-ді табамыз, мына жерде Q2, Q3 және Q4 болады. Енді осы бүкіл нелерді, бүкіл жылу мөлшерін қоса алып, сол кезінде бізде Q шығады. Енді Q1, Q табу үшін Q1 қосу Q2 қосу Q3 қосу Q4 болу керек. Енді жеке-жеке Q-ларды табу шығар. Бірінші Q1 кезінде ол 0 градусқа дейін өзгерді температура. Сонда біз SM Т болады. Енді осының орындарына қоямыз. S бізде 4200, көбейтеміз 2, көбейтеміз енді дельта Т-ны табу үшін бізде соңғысы бізде мынау бөлікті қарастырып отыр. Қазір ол 0 градус, мына жер 15 градус. Сонда 0-ден 15 градусты азайтамыз деген сөз. Сонда бізде жауабы
126 көбейту 10-ның 3 дәрежесі джоуль шығады екен. Немесе 0,126 мегаджоуль болады дейді. Енді Q2-ні табамыз. Q2-де ол уже ериді. Еруге байланысты формула бізде лямбда балқу жылуымен М-мен табылады. Лямбда бізде 34. Мына бөлікті қарастырып жатырмық. То есть бұл жерде температура тұрақты болып тұрады. Көбейту 10-ның 4 дәрежесі көбейту 2. Сонда бізде 68 көбейту 14 дәрежесі болады екен. 68 көбейту 10-ның 4 дәрежесі немесе 0,68 мегаджоуль болады. Бұл бізде екінші Q2. Енді Q3-ті табамыз. Q3-ті табу үшін бізде ол уже қайнауға дейін бару керек. 3 ол SM дельта Т-мен табылады. Мына бөлік. Соңғы температура ол бізде 100 градус, мына 100 градус. Сол үшін бізде 4200 көбейту 2 100-ден азайтамыз 0 градусты өткен мына жерге дейін. Мына бөлікті қарастырғанда, сонда бізде жауабы 0,84 көбейту 10-ның 4 дәрежесі қалады. Немесе 0,84 мегаджоуль қалады екен. Енді Q4-ті табамыз. Ол бізде бұл бөлікте ол уже буланып жатыр. Енді булану жылуына байланысты меншікті булану жылуымен есептелінеді. Ол М арға тең. М бізде 2, R дегеніміз 2,26 көбейту 10-ның 6 дәрежесі мега болып тұр өткені. Сонда бізде жауабы 4,52 шығады екен. 4,52 көбейту 10-ның 6 дәрежесі джоуль немесе 4,52 мегаджоульға тең. Енді осы жерде бүкіл барлығын қосамыз, Q1, Q2, Q3 барлығы қосылған кезінде мынаны қосамыз. Мына жерде Q2, мынау Q3, мынау Q4. Осылардың барлығын қосамыз. Сонда Q тең болады 0,126 мегаджоуль. Қосамыз 0,68 мегаджоуль. Қосамыз 0,84 мегаджоуль. Қосамыз 4,52 мегаджоуль. Так, тең болады 6,1 жуықтап алған кезінде мегаджоуль шығады екен. Жауабы осы болады. Так, енді төртінші есепті шығарамыз. Бізде ыдыста температурасы 20 градус болатын 2,8 литр су бар. Ыдыстағы суға кем температурасы 460 Цельсий, массасы 3 килограмм болат кесегін салады. Су температурасы 60 градусқа дейін қызады, бір бөлігі буға айналады дейді. Енді бізге сол будың массасын табуымыз керек. М буды. Бірінші мына жерде бізде көлем литрмен берілген, оны метр кубқа айналдырамыз. То есть 1000-ға бөлеміз деген сөз. Сонда 2,8 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб деген сөз. Енді ары қарай бірінші мен сіздерге график сызайын, сол арқылы біз формулаларды анықтаймыз. Так, график бойынша бізде осындай температура. Так, мына жерде 20 градус, 60 градус и 100 градус, 100 градус дейік. Енді бізде бастапқыда ол 20 градус болды. Содан кейін 20 градус болады, су 100-ге дейін барады. Сонда мына бөлікте 60 градуста ол тоқтайды. Енді бізде қарап тұрсақ Q1 бар, Q2 и Q3 бар. Мына жақта буға айналған түрінде. Енді есепті формулаларын осы Q1, Q2, Q3-ті жазамыз. Оған дейін мынандай бар. Q бізге өткені сырттан болат салынды ғой суға. Сол үшін Q алған жылу бізде Q берген жылуға тең болады. Ал бізге жылуды беріп тұрған ол болат болғандықтан Q берген жылу ол С болат, М болат, так, Т2 болаттікі азайту мюға тең болады. Мына жерде ол соңғы 60 градуста осылай қалады екен. Енді осы формуланы есептейтін болсақ, орындарына қоямыз. Q болаттікі тең болады 460 көбейтеміз, массасы 3 килограмм, температура ол бізде бастапқыда 460, 460-тан азайтамыз 60 градусқа дейін. Сонда тең болады жауабы 520. Так, 552 мың джоульға тең екен. Енді ары қарай алған жылу, бізде Q алған жылу, ол Q1 қосу Q2 қосу Q3-ке тең. Енді жеке-жеке Q-ларды тауып шығамыз. Q1-іміз ол бізде мына бөлік болады. Мына бөлікте бізде 20 градус и 60 градус деп аламыз. Сонда С су, М су, так, М су, Фи азайту Т1-ге тең екен.
Енді бізде мына жерде масса жоқ, иә. Массаның формуласын так, мен мына жаққа жазып кетемін массаны. Так, массамыз бізде м тең ровға тең, иә. Ро бізде 1000-ға тең болады су үшін. Сонда 10-ның 3 дәрежесін көбейтеміз, 2,8 көбейту 10-ның -3 дәрежесіне. Сонда бізде масса 2,8 килограммға тең екен. Мынау массамыз осыған тең болады. Енді орындарына қоямыз. Судың сыйымдылығы 4200, көбейтеміз, массасы 2,8, мю дегеніміз ол бізде 60 градус, 60-тан азайтамыз 20-ны. Тең болады бізде жауабы 420.400 шығады екен. Так, 420.400 джоульға тең. Енді Q2-міз. Так, Q2 ол бізде сәйкесінше тоже су болғандықтан будың массасы болады. Өйткені 100 градуста бізде буға айналады ғой, сол үшін біз будың массасын аламыз. Қайнау температурасы азайту мю болады. Енді 4200 көбейтеміз м будың, көбейтеміз, мына жерде 100-ден азайтамыз 60-ты. Сонда бізде қалады екен 168 көбейту 10-ның плюс 3 дәрежесі м бу қалады екен. Енді Q3 дегеніміз ол бізде мына бөлікте, иә, булану жылуы арқылы, меншікті булану жылуы арқылы шығарылады, м бу r болады. Сонда r дегеніміз бізде мынау 2,3-ге тең. 2,3 көбейту 10-ның 6 дәрежесі м бу болады. Енді барлығын біз мына формулаға саламыз. Сонда QA дегеніміз мынау, иә, мына бөлік. Бұл QA үшеуін қосады деген сөз. Так, 3Q-ді қосамыз, 3 жылу мөлшерін. Сонда 420.400 қосамыз 168. Мына жерде 168-ді 0,168 көбейту 10-ның 6 дәрежесі м деп жазамыз. Қосамыз 2,3 көбейту 10-ның 6 дәрежесі м деп жазамыз. Тең болады. Бұл бізде алынған жылу, иә. Енді берген жылуға тең дедік оны. Ол бізде берген жылу мынаған тең. Осыған теңестіреміз. Яғни 552.000 джоульға тең. Енді осы жерден ықшамдайық. м-ларды теңдеудің мына бетіне 420.400 мына бетке шығарамыз. Сонда бізде 2,468 көбейту 10-ның 6 дәрежесі м қалады мына бетте. Тең 552.000-нан мынаны азайтамыз 420.400-ді, ол бізде 81.600-ді береді екен. Сонда м бізде қалады 0,033, бұл бізде килограммен. Енді ол граммен айналдырғанда 1000-ға көбейтеміз, сол кезінде 33 грамм шығады екен. Жауабы осы. 5-ші есепті шығарайық. Бізде температурасы 0 градуста болатын 10 грамм килограмм мұз салынған ыдысқа температурасы 90 градус, массасы 3 килограмм суды құяды. Сол кезінде мұз толық ериді ма дейді. Толық еримесе, оның қандай бөлігі қатты күйін сақтайды. То есть мұздың біз массасын табуымыз керек. Бірінші, ериді ма, еримейді ма, соны анықтап алайық. Оны анықтау үшін бізде берген жылу, алған жылуды есептеуіміз керек. Бірінші, бізде мына жаққа тұрақтыларды жазып кетейік. Бұл бізде лямбда, бұл 34 көбейту 10-ның 4 дәрежесі джоуль бөлінген килограмм болады. Енді сыйымдылық жазамыз. Бұл 4200 судығы, джоуль бөлінген килограмм цельсийға тең. Осыларды қолданамыз. Қазір бірінші бізде Q берген жылу, бұл Cm, яғни 2 болады. Т2 азайту Т1-ге тең. Енді орындарына қойсақ, 4200-ді көбейтеміз 3-ге, 90-нан азайтамыз 0-ді. Тең болады екен 1,134 көбейту 10-ның 6 дәрежесі джоуль деп жазамыз. Бұл бізде берген жылу. Енді Q алған жылуды жазамыз. Бұл бізде М1 алатын ол мұз ғой. Мұздың температурасы 0 градус. Сондықтан бізде М1 лямбдамен табылады екен. М1 бізде 10 килограмм көбейтеміз 34 көбейту 10-ның 4 дәрежесіне. Сонда 3,4 көбейту 10-ның 6 дәрежесі деп жазайық, екеуін бірдей келтіріп. Енді қарап тұрсақ, бізде алған жылу көбірек. Алған жылу көп болғандықтан мұз не істейді? Ерімейді, толық ерімейді. Мұз толық ерімейді. Яғни Q алған жылу үлкен Q берген жылудан. Сол үшін енді ары қарай біз массаны табайық. Сонда қалған мұздың массасы табу үшін Q алған жылудан Q берген жылуды азайтып лямбдаға бөледі екенбіз. Сонда Q алған жылуымыз бізде мынау, 3,4
134 көбейту 10-ның 6 дәрежесінен 1,134 көбейту 10-ның 6 дәрежесін азайтып бөлеміз. Лямбдадан мынаны 6 дәрежеге келтіріп алсақ, онда 0,34 көбейту 10-ның 6 дәрежесін болады екен. Сонда біз қысқартып жүре аламыз, мына 6 дәрежелерді. Сонда бізде жуық шамамен алғанда 6,66 килограмм шығады екен. Бұл бізде мұздың массасы. Есеп шығарайық. Тосқауылға суылған оқтың жартысы балқып кету үшін оның кинетикалық энергиясының 60% шығындалады. Яғни ол Q-де 0,62 деген сөз, кинетикалық энергия мына жерде. Енді қорғасын ол қандай жылдамдықпен тосқауылға соғылады, сол мына жылдамдықты табуымыз керек. Бірінші кинетикалық энергияны жазып алайық. Е кинетикалық энергия бізде mv квадрат бөлінген 2-ге тең. Ал Q дегеніміз Q ол бізде тең болады Sm T2 азайту T1. T2 бізде мына жерде балқу температурасы, қосу лямбда М бөлінген 2. 2 жаздым, өткен мына жерде айтылған жартысы балқып кету үшін деген, балқып кету үшін, жартысы балқып кету үшін дегеннен кейін мына балқу температура, меншікті балқу жылуымен 2-ге бөлеміз, массаны. Q-ді 2-ге бөлеміз деген сөз ғой. Сондықтан енді мына жерде екеуін мына формулаға қоямыз. Сонда Q-дің орнына мына Q-ді қоямыз. Sm Tb минус T1 қосу лямбда М2 тең болады 0,6-ны қоямыз. 0,6 көбейту. Мына жерде 0,2 1 бөлінген 2 ғой, соны 0,5 деп жазсақ болады. 0,5 mv квадрат. Енді орындарына қояйық барлығын. Ал енді мына жердегі массаларды қысқартып жіберсек болады. Тамамда масса бар. Сол үшін массаны қысқартып жібереміз. Сонда бізде сының орнына 130-ті қоямыз. 130 Т балқу бізде 327. 327-ден 27-ні азайтамыз, қосамыз. 0,5 көбейту, 1 бөлінген 2 болады, 0,5. Лямбда 2,5 көбейту 10-ның 4 дәрежесі тең болады. Мына екеуін ықшам 0,3 в квадрат, 5,15 көбейту 10-ның 4 дәрежесі қалады екен. Тең 0,3 в квадрат. Енді в-ны табу үшін мынаны бөлеміз, мынаны 0,3-ге бөліп T1-ге аламыз. 5,15 көбейту 10-ның 4 дәрежесін бөлеміз 0,3-ге, и оны T1-нен аламыз. Сонда бізде жауабы қалады екен 4,14 көбейту 10-ның 2 дәрежесі, немесе 414 метр секунд. Жауабы осы болады. Есепті шығарайық. Бізде алюминий және қорғасын кесектері бірдей биіктіктен құлады. Құлау соңындағы соққыда бұлардың қайсысы ең жоғары және неше есе артық температура алады дейді. Денелердің құлағандағы энергияның барлығы да олардың қыстыруға жұмсалады деп есептелінеді. Яғни бізде H-тар тең, жылу сыйымдылықтарын жаздым мына жерде, алюминийдікі және қорғасындікі. Енді біз дельта T2 бөлінген дельта T1-ді табуымыз керек. Бірінші кинетикалық энергияны жазып алайық. Бұл бізде, бірінші энергияны жазып алайық. Тең болады mgh болады. Енді Q бізде жылу энергиясы, осы энергия, потенциал энергия екеуі тең болсын. Екеуі тең болады. Сонда бізде Q-мыз ол Sm дельта T-ға тең. Енді екеуін теңестіреміз. Сонда mgh тең Sm дельта T. Осы жерде массалар кетеді. Сонда gh тең S дельта T-ға тең. Енді осы жерде дельта T-ны табамыз. Дельта T бізде gh бөлінген S. Енді сәйкестендіріп, мынаны орнына қоямыз T2 және T1 деп. Бірінші T2-ні жазсақ, бұл бізде gh екеуі тең, сондықтан h деп жаза беремін. S2 енді бөлеміз gh бөлінген S1. Енді осыдан мынаны бөлу үшін не істейміз? Төңкереміз. Сонда gh S2 көбейтеміз S1 gh, мына екеуі қысқарады. Сонда бізде S1 бөлінген S2 қалады. Енді орындарына қоятын болсақ, S1 бізде 920 бөлеміз 140-қа. Сонда тең болады 6,57. Жауабы осы.